Конституциялық реформаларды қолдау мақсатында құрылған жалпыұлттық коалиция мүшелері бүгін Батыс Қазақстан облысында болып зиялы қауым мен азаматтық қоғам өкілдерімен кездесті. Премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі, коалиция төрағасының орынбасары Аида Балаева бастаған топ жайық жұртшылығымен бірге ата заңның жаңа жобасын талқылады. Келелі кеңестер өндіріс орындарында да өтті. Атамекен өнер ордасына жиылған жайықтың жақсылары мен жайсаңдары ата заңның жобасымен жақсы таныс. Жаңа конституцияда айрықша атап өтерлік өзгерістер жетерлік. Түсіндіруді талап ететін кейбір тұстары да бар. Бүгінгі кездесуде коалиция мүшелері көптің көңіліндегі сауалдарға толыққанды жауап берді. Коалиция төрағасының орынбасары Аида Балаева конституция жобасы мемлекеттің құндылықтарын айқындап дамудың стратегиялық басымдығын бекітетінін айтты. Жаңа заңның басты өзегі азаматтың мүддесі мен елдің ұзақ мерзімді тұрақты дамуы. Бұл құжатта мемлекеттің бағыты, қоғамның қандай құндылықтарға сүйеніп дамитыны, билік пен халық арасындағы қатынастың жаңа сапасы айқын көрініс тапқан, деді Аида ғалымқызы. Конституциялық реформаларды жүзеге асыру барысында қоғам пікірі жан-жақты ескерілген. Конституциялық мәселелер көтерілген кезден бастап өткен жылдың қазан айынан бері осы конституцияға байланысты елден, халықтан 5000-нан астам ұсыныс түсті. Осы ұсыныстардың барлығын құрылған жұмыс тобы мұқият қарап жүйеледі. Конституциялық реформа жөніндегі комиссия осы мәселелердің барлығын 12 отырысында мұқият зерделеп қарады. Сондықтан біздің ардагерлеріміз қаралып отырған конституциямызды қолдайды және халықты қолдауға шақырады. Ал ауыл партиясының төрағасы Сергей Егізбаев жаңа конституция жобасы қоғамның ел басқарудағы рөлін күшейтіп, азаматтардың тікелей қатысу тетіктерін бекітетінін айтты. Оның сөзінше, жаңа редакцияда республикалық референдум ұғымының орнына бүкіл халықтық референдум термині енгізіледі. Қазір конституцияға өзгеріс енгізуге парламент құқылы. Біздің тарихымызда ондай болды. Парламент жиналып жарты сағатта конституцияны өзгерткен жағдайымыз болды. Жарты сағатта. Оны халық содан кейін білсе білді. Ал қазір ол тек қана халықтың қолында тиесілі болады. Ешқандай мемлекеттік орган конституцияға өзгеріс енгіздіре алмайды. Қандай өзгеріс, қандай толықтыру болса, тек қана жалпы ұлттық референдум арқылы болу керек. Оны нені дәлелдейді? Оны біздің болып жатқан елдегі реформаларымыздың кері қайтпайтынын дәлелдейді. Ата заң жобасын талқылау барысында азаматтық сектор мен Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері ұлттық бірлік пен өзара құрметтің маңызын атап өтіп, өз ойларын ортаға салды. Қоғамдық тұрақтылық ұлтаралық жарасым мен ұлтаралық татулық пен сосын іргелі діндердің өкілдерінің арасындағы түсіністіктен тұрады. Міне жаңа жобасында осы маңызды қағидаттарға, маңызды факторларға баса көңіл бөлінген. Сол себепті конституциялық референдумға жайық жұртын жауапкершілікпен қарап, белсенді қатысуға шақырамын. Бұдан соң коалиция мүшелері Жайық арена спорт кешенінде өңірдің белсенді жастарымен кездесті. Өз сөзінде Аида Балаева жаңа конституция білімге, ғылымға, инновацияға негізделген жаңа даму моделіне көшуге мүмкіндік беретінін, алғаш рет цифрлық қауіпсіздікке, дербес деректерді қорғауға және интернет алаяқтыққа қарсы нормалар бекітілгенін атап өтті. Елдің ертеңіне бей-жай қарамайтын жас ұрпақ алдағы референдумда өз таңдауын жасамақ. Референдум дегенің айқын бәйгі, бос сөз емес, өсек яки айқын жайлы. Референдум дегенің сенің даусың болашақты айқындайды. Ал оралым қаледі ғой атыдаңыз. Оралымды бүгінінен бақылаңыз. Мемлекеттік деңгейдегі бастамаға жұмылады әнші, ұстаз, ақын, абыз. 15 наурызда Қазақстанды дұрыс таңдау жасауға шақырамыз. Конституциямыздың жаңа жобасы біздің болашағымыз үшін жасалған. Ол жерде азаматтардың мүддесі бірінші орынға қойылған. Еліміз әділ әрі ашық мемлекетке айналсын деп 15 наурыз күні өтетін референдумға барып дауыс беремін. Бұдан соң конституциялық реформаларды қолдау коалициясы ЮНИСЕФ медицина орталық қызметкерлерімен, Батыс Қазақстан университеті ұжымымен және Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы жұмысшыларымен кездесті. Кездесу барысында ата заңның жаңа жобасындағы білім мен ғылым, өнеркәсіпті дамытуға бағытталған баптар егжей-тегжейлі түсіндірілді. Оралдан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Эльдар Аюпов, 24 KZ.